сабағымның тақырыбы, яғни мен ұлы педагог деген тақырыпты алдым. Енді жалпы педагог, немесе ұстаз, немесе мұғалім, соған тоқтала кетсек, ол педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіріп отыратын рухани жағынан шығармашылық, креативті тұлға. Балалар тәрбиесіне жауапты қоғамның сенімді өкіліміз педагог деп айтамыз. Яғни осы жерде отырған барлығымыз біз болашақ педагогпыз. Өскелең ұрпақтың интеллектуалдық негізін және рухани дүниесін қалыптастырушы да ол педагог болып саналады. Және педагог қабілеттері. Педагог қандай қабілеттерге ие болу керек? Біріншісі, ұйымдастырушылық. Ұйымдастырушылық дегеніміз, оған біз педагог болған кезде бізге бір сынып бергенде біз бір үлкен бір топты, яғни сыныпты ұйымдастырып, біріктіре алуымыз керек. Екінші ол конструктивтілік, яғни ол бізге берілген план, яғни жобамен, бізге берілген құралдармен біз қолдана алуымыз керек. Және дидактикалық қабілет, бұл деген біздің білімділігіміз, яғни білім бере алуымыз. Және коммуникативтік дегеніміз бұл біздің қарым-қатынасымыз, яғни оқушылармен деген қарым-қатынасымыз. Және де перцептивті қабілет, бұл дегеніміз бұл әр оқушы жан дүниесін түсініп, соны үнлеп білу. Тек қана білім ғана беріп қоймай, әр оқушы жан дүниесін білуіміз керек. Және экспрессивті қабілет, бұл дегеніміз эмоциямен, яғни біз өзіміздің білгенімізді, білімімізді эмоциямен жеткізе білуіміз керек. Және де келесі айта кететін жай, бұл мен ұлы педагогты тақырып алғандықтан қысқаша атақты педагогтарды тоқтала кеткім келді. Оның біріншісі бұл Ян Амос Коменский. Ян Амос Коменский педагогиканы философиядан бөліп, өз алдына ғылыми жүйеге келуі ұлы чех педагогы Ян Амос Коменскийдің есімімен байланысты. Ол 1592 жылы дүниеге келген. 17-ші ғасырда педагогика өз алдына статус алып, өзінше философиядан бөлек ғылым болып бөлініп шыққан болатын. Және де осы кезден бастап, өз алдына ғылым болып бөлінгеннен кейін, осы кезден бастап Коменскийдің теориялық ой пікірлері педагогиканы дамытып, ол күні бүгінге дейін ғылыми маңызы жоғалтқан жоқ. Содан бастап ол дүниежүзілік аренаға шығып, педагогика әлі күнге шейін күшіне енуде. Ал қазіргі 21-ші ғасырда педагогика саласы ерекше статусқа ие болып, қазір 2 есе бағаланады. Сол себепті 2 есе бағаландықтан біздің де жауапкершілігіміз 2 есе өседі. Себебі балаға дұрыс білім беру ол оңай істің бірі емес. Келесі, бұл Йоган Генрих Песалоцци. Әлі айта кетсек, бұл негізгі педагогиканы қалыптастырған жан. Яғни Песалоцци атақты швейцариялық педагог, демократ. Бірінші болып балалардың оқытуды өндірісті еңбекпен қосуды талпынған. Оның бізге әйгілі негізгі еңбектері, біз оны Ленинград және Гертуда еңбектері арқылы танимыз. Және де осы бүгінгі сабағымда педагогика жайлы өздеріне жаңа ақпараттарды біліп, жаңа ақпараттарды өздеріне сіңірдіңдер деген үміттемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.